Қорым Қазыбек батырдың зиратының орналасуына байланысты соның маңайына қойылған адамдардың мүрдесі жолдың кеңейтіліп қайтадан реконструкция жасап салынуына байланысты жолдың табанында қалатын болғаннан кейін еріксіз эксгумация перезахоронение дейді жасап осында аруланып көшірілді. Иә, бүгінгі таңда міне кесенесін көтеріп қойдық. Бұл жерде енді тарихи жаңағы тұлғалар бар. Кейінгі жас ұрпақтар біліп жүрсін, ұмытылып қалмасын, жаңағы жолдың табанында қалмасын деген жаңағы ниетпен аруақтардың ризалығы үшін, Алла ризалығы үшін осы жерге әкеп, арулап көміп, жаңағы басын көтеріп қойып отырмыз. Негізі бұл енді тарих қой. Жастар қазір бұны білмейді көбі. Оның бәрін қай мәйіт қай жерде жатқан, қандай тереңдікте жатқан, екінші мәйітпен арасы қандай жағдайда болды, жаңағы олардың бас сүйектері қай бағытта болды, соның барлығын орналастырған кезде соның бәрі сақталды. Ешқандай жаңағы олардың өйткені олар оның барлығын жаңағы атқарып жүрген немене службекінде жаңағы соның бәрін сақталуын олар қатты қадағалады. Біз өзіміз разы болдық әйге. Жаңағы мұсылманның жаңағы қағидаттарын сақтап, молда келгенше отырып, жаңағы бізден рұқсат алып, жаңағы біз рұқсатымызды беріп, сөйтіп отырдық та жаңағы әр нәрсеге. Жаңағы осындай жағдаймен жаңағы мәйіттерді арулап, жаңағы тебіндеп, көлікке салып апарып, қолымызбен жаңағы нетіп, ана дайындалған жерге апарып, жаңағы жерледік. Ақымдап қойдыңыздар ма, қалай қойдыңыздар? Ол ақымдалмаған екен. Ақымдалмаған екен. Ол Қазавтожолда жаңағы қазылып, жаңағы орналастырып, топырақпен жауылған екен бәрі. Ешқандай біз одан басқадай жаңағы немене таппадық. Ұзыннан жатқызған, жаңағы басын құлағы қаратқан, жаңағы Қазавтожолда жерленген екен. Ол кезде солай болған екен. Біз басында ойладық, енді бұл
древний жаңағы ескі немене болғаннан кейін білмейміз ғой енді ол кезде тәртіптердің қандай болған. Мына ауылымыздың имамы жаңағы Нұржан бауырымыз күнделікті барып отырды. Күнде 2 рет 3 рет барып отырды жаңағы. Басынан кетпедік. Одан кейін аудан имамы келіп отырды.